Суды отырып ішу керек. Біз болсақ суды түрегеп те іше береміз. Бірақ дәрігерлер оны ағза үшін зиян екенін айтады. Неліктен суды отырып ішу керек? Бұл сұрақтың жауабын білу үшін видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Деніміз сау және жас болу үшін суды қалай ішу керек екені туралы ережелер бар. Сұйықтықтың жеткілікті мөлшері болмаса, ас қорыту жүйесі бұзылады. Бүйрек пен бауыр және басқа да ағзалар зардап шегеді. Күн сайын қанша сұйықтық ішетініңіз ғана емес, оны қалай ішу де маңызды. Суды тамақ жеген сияқты отырып ішу керек. Суды тұрып ішу ағзадағы сұйықтықтың теңгерімсіздігін тудырады. Бұл буындарда сұйықтықтың жиналуына және артриттің дамуына әкелуі мүмкін. Отырған күйде жүйке жүйесі мен бұлшықеттер босайды. Бұл су мен тағамды ассимиляциялау процесін жеңілдетеді. Сонымен қатар бұл позициядағы бүйрек түсетін сұйықтықты жақсы сүзеді дейді мамандар. Суды тұрып ішсеңіз не болады? Түрегеп су ішкен кезде ас қорыту жолдарының жұмысы баяулайды. Сұйықтық асқазанда ұзақ тұрмайды, тікелей 12 елі ішекке түседі. Отырғанда ішу әдеті ас қорытуды, бүйрек пен қуық жұмысын жақсартуға көмектеседі. Сондай-ақ маманның айтуынша, судың ағзаға барынша пайда әкелу үшін оны тамақтан бұрын немесе кейін ішу керек, және ол бөлме температурасында болғаны дұрыс. Пайдалы ақпарат сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыздар, және жаңадан қосылған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын!